Барлығыңызға да сәлем, сіздермен бірге Эш, және бүгін біз Майнкрафт ойынын қайтадан ойнайтын боламыз. Біз дейтін өте көп постройка салған жоқпыз. Көріп тұрғаныңыздай мына постройкалардың барлығы салынды, бірақ мен дейтін өте көп уақытқа жоғалып кеттім. Себебі мына демалыста мен дейтін бір жаққа кетіп қалдым да, видео түсіруге менде уақытта компьютерда болған жоқ. Ал енді мен келдім де, енді сіздерге постройкалар салуға дайынмын. Енді сіздерге сол кешірім түрінде мен сіздерге бір өте әдемі постройканы көрсететін боламын. Ол постройканы сіздер осы уақытқа дейін көріп келе жатсыздар, қалай салынған. Бірінші этажын салдым, екінші этажын салдым. Менің басқа видеоларымды қарайтын болсаңыздар, сол постройкаларды көретін боласыздар. Сол постройканың жайлап салынғанын. Бірақ енді мен дейтін 1-2 ай жасап ол постройканы бітірдім. Енді сендерге көрсетуге дайынмын. Қараңыздар. 1, 2, 3. Міне, көріп тұрсам, мына үлкен постройка сіздерге көрсетейін. Мен мына постройкаға өз өмірімнің жартысын кетірдім деуге болады. Міне осындай нәпінен ұзын үлкен постройка, міне көріп тұрса, былай көруге болады. Артын осындай крышасы бар. Крышасына қар жауған. Міне көрсетейін енді. Әдемі де, сіздерге ұнаса лайктарыңызды басыңыздар. Осы постройкаға неше уақытым кетті, сол лайк дейтін. Енді бір лайкқа осы хотя бы тұратын бар сізден де. Давайте міне кірген кезде мындай зәтті көреміз. Коридорда мына жерде 2-ші этажға бастық. Міне 2-ші этаж. 3-ші этажға кеттік. Міне 3-ші этаж бар. 4-ші этаж бар. 5-ші этаж бар. Сосын мына жерде қазір көрсетейін, татырыңыз. Мына жерде сосын крыша бар. Крышада дым жоқ. Білмеймін, не салатынды білген жоқпын. Крышаға не салам деп ойлап едім, дым жоқ. Сен не ойлай ойыма дым келген жоқ. Мына жерде барлық постройкалар көрінеді. Енді мына постройка ұзынырақ мынадан гөрі, бірақ бәрібір де мықты. Мына постройкаға мен мынадан гөрі көп уақыт кетірдім. Себебі көріп тұрғаныңыздай мына барлығына уақыт кетірдім. Қазір сіздерге осы видеоның жалғасы ретінде мындай колонналарды қалай салу керек екенін үйрететін боламын, кешірім түрінде. Ал енді постройканы қарауға тырысайық. Кеттік. Ой, мен бар ол шашаптың үстесінде былай, үстесінде кеттік. Жылдам бастықша көрсетейін сіздерге 1-ші этажды. Мынау 1-ші этаж, кіріп келген кезде көресіз осылай үсте сайын, чтоб ондай атты уродский болып тұрмасын дейік. Ал енді келесі постройкаларды сіздерге көрсетейін. Мына жақта не қайдайды қолмен. Міне мына жерден бастайық. Міне каждый постройка осындай. Мына жерде терезесі бар, 3 слойлы. Себебі мына слой жасау керек болдым, сосын ақ слойды жасау керек болдым. Сол үшін мына жерде 3 слой болды. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай даже зәт бар, сағат бар. Сағат дейтін сіз білмесеңіз, осылай көрсетеді. Қазір дейтін сіздерге көрсетейін. Мына жерде былай болса, сет жазсақ, түн жазсақ, мына жерде қараңғы болып кетеді, көріп тұрғаныңыздай. Қараңғы болып кетеді де, мынау өзгереді сағат. Шынымен де сағат сияқты болады сонда. Міне мына жерде сундуктардың ішінде ештеңе жоқ, себебі мен сала алмадым. Мына жерде өздерінің телевизорлері бар, мына жерде отырып қарайды. Қарағысы келген каналдарды. Мына жерде қазір не жүріп жатыр, как көрейік. Пляж жүріп жатыр. Мына жерде бір адам тұр, мына жерде қыз тұр, жатыр. Мына жерде адамдар жуынып отыр, бассейнде сияқты мынау. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай өздерінің холодильниктері бар, мына жерде пештер бар, сосын верстактары бар. Мына жерде енді, конечно, өздерінің заттары болса, қазір көрсетейін. Зәт пластинкалар болса, пластинкамен өлең тыңдай алады. Мына жерге керек болса, былай қойып қояйық, жанына лақтырып кетейік. Келесі квартираларда дәл сондай емес. Барлығының өзі, сый алмадым ғой. Өздерінің особенностьтары бар. Особый, барлығы да осындай үлкен холодильник мына үйде. Өзінің жататын жері бар. Мына жерде нәпінен телевизоры бар, қарайтын үйдің адамы бай сияқты ғой анаған қарағанда. Мына жерде уж салып қойып, мен анда ұмытып кеткен болып тұрмын ғой. Мен мына постройканы салған кезде ол өте көп уақыт өтті. Сол үшін мен дейтін кейбір заттарын ұмытып қалдым. Сол үшін кешірім сұраймын. Мына жерде оның заты бар, киімі бар. Қазір мына жерге зат қоя салайық. Кешірім сұраймын. Мына жерге қайда кетіп қалды? Факел қойып қояйық. Былай үстіп қоя алмаймыз, былай қойып қояйық, онда қойып та, чтоб барлығы ондай атта қараңғы болмасын. Кешіріңіздер, құттай ауырып жатырмын, сол үшін сіздерде мына жерде кейбір жерлер кесік болады. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай уже мына басқа вообще анарға ұқсамайтын үй. Мына жерде оның золотой бронясы бар, мындай бай. Көріп тұрғаныңыздай заттары да көп, оның пышағы бар, садағы бар, молоко бар, ода барлығы да бар. Ол бай болып тұрған. Мына жерде сағат
мына жерде зат кітабы бар деген сағат деппін ғой. Мына жерде библиотекасы бар өзінің отдельный. Осындай бай адам тұрған кәдімгідей. Өте бай адам болып тұр ғой. Міне келесі квартираға өшейік. О, неге екі есік екен мына жерде? Мына жерде тоже бай. Мынаның үйінің стилі бар, короче, мында өйстіп кеткен стильный қара кроваттар, сундуктарда ештеңе жоқ сияқты. Мына жерде бірақ мына жерде жоқ екен тоже. Мына жерде мындай ода духовка бар. Духовка мына жер ашылады дегендей, бірақ қазір аша алмаймын мен. Келесі квартираға бастық, есіктерін жауып кетейік. Не істеп жатырғанын кім білсін. Мына жерге по идее адамдар салып қойып едім модпен, бірақ ол мод дейтін байқамай кетіп қалды да. Мына жердегі адамдар да кетіп қалыпты, сол үшін кешіріңіздер. Енді басқа квартираларды да көрсетейін. Ну не? Білмеймін, бар ғой, бірдеңе болды, но шын айтайын, бар ғой, бірдеңе болды, бірақ мен қазір ұмытып қалып тұрмын. Мына жерде мындай крутой үй бар. Мына жерде команда не деуге болады, қалай айтуға болады. Короче, бірдеңелер. Мына жерде оның компьютер бар, я компьютер, но блогер болып тұр ғой, үйінде бірдеңелер тұр осылай. Но әйтеуір біртүрлі квартира өзімде түсінбей жатырмын, достар. Осындай квартирасы бар. Мына жерде ойымнан салуға ұмытып кеткенмін. Так что қарамай қойық, не болған жоқ. Ал енді басқа этаждарды көрсетуге ерініп тұрмын, бар ғой, өте көпке созылып кетеді на видео. Ондай болса, былай қарай салыңдар, просто әдемі постройка, да? Басқа ол постройкаларды потом сіздерге көрсетерім. Бірақ қазір уақытымыз аз болып тұр, сол үшін қазір мен сіздерге мыналарды қалай салу керек екенін көрсетейін. Былай болады, қазір көрсетейін сіздерге. Мына жерде көрсетейін. Бос орын болса, үстіп неше? Бәрібір. Үстесінде мені көріп тұрғаныздай былай жасайынсын. Былай. Сол кезде мына жер шат, сосын үстес. Былай. Сол кезде барлығы болады. Қазір бізде полублок керек еді. Полублок неге алынбай алды екен? Былай полублокты осында, үстіп қоясында. Сол кезде мына жерде осындай зат болады. Стенка болады, например, артына осылай салып қойын, сіздерге үстіп көрсете сайында видеоның өзі кәм ұзаққа созылып кетті. Мен өзім де түсінбей жатырмын, неге солай ұзаққа созылып жатырғанын, бірақ енді солай созылды. Мен дейтін олай ұзақ болады деп ойламаппын. Жылдам қоя салайық та, жасап тастайық, сіздерге көрсетіп. Үстесінде. Ой, білен, не өкіп кеттін жер. Вот так қоясын да. Былай. Көріп тұрғанызда әп-әдем шықты, осылай. Кәмін жерге еще былай істеуге бақшы. Істеп алып тастайсың да, мынарда полублоктарды есесінде. Мәмі полублок емескен ғой мына жерде. Есесінде. Мына жерде айтпақшы. Ұмытып жатырмын мен, құттай себебі өте ұзақ уақыт болды, мынан барлығын жасағаныма. Сол үшін мен ұмытып жатырмын. Міне көріп тұрғаныздай мындай әп-әдемі үй салуға болады. Если сіздер үйлерді салғыларың келсе, болашақта осындай бірдеңе жасап қоюға болады үйлеріңізге. Сосын ол үйлер мындай әдемі болып шығады. Үй жасап қоясыз. Жаныңда жасауға үйретіп жүрейін. Бір уақытта жылдам осылай. Үстесінде, потом аласында, үстесінде. Мына жерде уже ары қарай дәл сондай болып кетеді. Үстіп қоясын. Үстесінде. Ой, неге шықпай жатыр мынау? Мындай неге болмай жатыр, түсінбей тұрмын. Болу керек, вроде. Бәрібір осылай болады. Сіздерде бірақ басқаша болады. Сол жағынан қорықпаңыз. Үстіп қояйық та, потом. Хоп. Былай әдемі болып шықты. Осылай. Былай қоясында. Былай осылай әдемі болады. Сіздердің үйлеріңіз болашақта сіздер үй салсаңыздар, осындай әдемі үй жасауға болатын болады. Сол үшін сіздерге мына лайфхакты деген қабылдаңыздар. Және осыдан видеоны бітіргім келіп тұрмын. Себебі өте көп уақыт өтіп кетті мына видеоны түсіремін деп. Ал енді сіздерге мына видео ұнаса, мына постройканы жасаған, өте үлкен постройканы жасаған ұнаса, лайктарыңызды басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер және колокольчикті басыңыздар. Сол кезде мен қуанып қалам өте қатты. Сіздермен бірге болған Эйс, барлығыңызда сау болыңыздар.